Баршаңызға сәлем. Бүгін қыс мезгіліне арналған қайнатылмай жасалатын огонек дайындаймыз. Огонек жасау үшін бізге қажет заттар: қызанақ, қызыл болгар бұрышы, сарымсақ, қызыл ащы бұрыш, дәміне қарай тұз және аспирин таблеткалары қажет болады. Алдын ала барлығын блендерден немесе еттартқыштан өткізіп аламыз. Енді шегілген қызанаққа қызыл болгар бұрышын қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Мен 3 килограмм қызанаққа 2 ас қасық тұз қостым. Жақсылап араластырып, дәмін көреміз. Одан кейін сарымсақты, ащы қызыл бұрышты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Салатымыз бұзылып кетпес үшін осылай аспирин таблеткаларын езіп қосамыз. Мен 3 килограмм қызанаққа 6 дана аспирин таблеткасын қостым. Енді барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, салқын жерге немесе тоңазытқышқа бір түнге қалдырамыз. Одан кейін салатымызды осылай жақсылап араластырып, кез келген таза банкіге немесе баклажкаларға құйып, салқын жерде немесе тоңазытқышта сақтасаңыздар болады.